Бірі қырға, енді бірі суға тартып әлек болып жүрген шоу-бизнестің өзекті мәселесі продюсер тақырыбында өрбуде. Бұл тақырыптан хедлайнер де тысқары қала алмады. Сонымен продюсер деген кім? Продюсер ол белгілі бір жобаның авторы, әкесі, шешесі, ары қарай қаржысын табатын адам. Орысша айтқанда язык без костей болу керек. Өзінің жобасын демеушілерге жарнамалай білу. Әншілеріміздің ашу-ызасын оятқан мәселенің ақ-қарасы енді анықталғандай. Демеуші мен продюсердің айырмашылығын біле алмағандықтан, продюсер сымақ деген лақапқа ие болған қалталы азаматтардың құлағына алтын сырға. Есепті қатты жақсы көретін адамдар сияқты болса, оның жобасының сәтті болуы да екіталай. Қаржылай көмектескен ол спонсор. Ол продюсер бола алмайды. Ақшам бар, мен продюсер болам дегендер, олар бос әңгіме деп ойлаймын. Бүгінгі даудың тақырыбы болған продюсер деген атау 20 ғасырда мүлдем болмады. Десе де Ескендір Хасанғалиев, Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Рамазан Стамғазиев, Ұлықпан Жолдасов секілді өнер майталмандары танымалдылықтың шыңына шығып, әлі күнге дейін сұраныстарын жоғалтпады. Продюсерім болды, неге болған жоқ деп айталам, продюсерім деп айталам. Продюсерім бір жағынан өзіме әкемдей болып кеткен, ағамдай болып кеткен, Ұлықпан Есент деген. Тамаша ойын-сауық отауынан түлеп шыққан әншілерді тізе берсек, таңды таңға жалғауға болары анық. Сондай-ақ Гүлдер, Қазақ концерт секілді өнер ордалары да тынымсыз еңбек етіп, әншілерді халыққа кеңінен насихаттаған еді. Ал қазір керісінше сондай аты бар танымал әншілерді сол жұмға алады. Елекеңнің бұлай ашынып айтуының өзіндік жөні бар. Ол жерде де енді біреуінде белгілі ағамыз, екіншісінде өзіміздің досымыз отыр ғой, бастық болып. Әуелі осылай сыпайылық танытып алған продюсер мырза кейін былай деп ағынан жарылып кеңесін де айтып үлгерді. Нарық деп жылай берудің қажеті жоқ. Мен ол кісілерге айтар едім, сәл де болса, тек қана айлық қана бермей, сол жердегі әнші болса, әншіге, биші болса, бишіге, оның бүкіл кәдімгі жеке продюсерлер сияқты жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Шикі асты дастарханға ұсынбас үшін Жеңіс Сейдолланы бірнеше рет сұхбатқа шақырған болатынбыз. Әйткенмен де Басекең Гүлдер ансамблінің тығыз кестесінен босай алмады. Кім білсін, бәлкім Гүлдердің қайтадан гүлдейтін кезеңі жақындаған болар. Айтпақшы, ақпақ ұлақ қайтсаң ағып кетеді, құймақ ұлақ қайтсаң құйып алады. Замандастардың уайымы болған бұл мәселені естіген құлақ пен көрген көз нәтиже шығарады деп сенеміз.